Бұл видеода ноутбук арқылы МКБ сайтынан персоналдық қаржылық есепті, яғни банкроттыққа қатысты есепті қалай алуға болатынын көрсетемін. Алдымен eGov порталы арқылы авторизация жасап алған жөн. Содан кейін МКБ деп жазып, вход жасағанда уже кіріп тұрады автоматын. Персональный отчет басып, подписать етесіз. Барлығы өте оңай. Жеке кабинетке авторизация жасайсыз, содан кейін қажетті бөлім таңдап персоналдық есепті сұратасыз. Есеп дайын болғаннан кейін оны бірден жүктеп алуға немесе PDF форматында сақтауға болады. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Осындай пайдалы мемлекеттік және қаржылық қызметтерді бірге үйренеміз.